Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Канагатова Мақпал Серікжанова, электротехникалық пәндердің оқытушысы. Бүгін сіздермен электротехниканың теориялық негіздері пәнінен айнымалы ток және оның негізгі сипаттамалары атты тақырыпты өтеміз. Бүгінгі тақырыптың негізгі мақсаты айнымалы токтың негізгі сипаттамаларын білу және айнымалы ток параметрлерін анықтауға үйрену. Бүгінгі тақырыпта қарастыратын негізгі сұрақтарымыз: айнымалы ток ұғымы және оның параметрлері, бір фазалы электр қозғаушы күшін алу, фазалық ығысу ұғымы. Ең бірінші балалар, электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Ал айнымалы ток деп отырғанымыз бағыты мен шамасы периодты түрде өзгеріп отыратын электр тоғы. Техникада айнымалы ток деп ток күші мен кернеудің период ішінде орташа мәні нөлге тең болатын периодты ток түсіндіріледі. Жалпы айнымалы ток байланыс құрылғыларында кең қолданылады. Атап айтатын болсақ, радиода, теледидарда, телефонда, тағы басқа байланыс құрылғыларында. Жалпы айнымалы токтың сипаттамалары: ток күші, өзгерісі, қайталанатын уақыттың секундтан берілген, яғни ең қысқа аралығы период деп атайды. Оны балалар көріп отырғанымыздай Т әріпімен белгіленді. Мына отырғанымыз период деп аталады. Айнымалы токтың тағы бір маңызды сипаттамасы ол жиілік. Жиілік, яғни 1 секундпен өлшенеді. Міне, F деп отырғанымыз жиілік тең 1 бөлінген Т. Т деп отырғанымыз период. Жалпы дүниежүзі елдерінде және Қазақстанда электроэнергетикалық жүйелерінде пайдаланатын стандартты жиілік 50 Гц болатын болса, Америкада 60 Гц. Арнайы мақсат үшін өндіріс орындарында, медицинада және ғылым мен техниканың басқа салаларында әртүрлі жиіліктегі айнымалы ток, сондай-ақ импульсті ток қолданылады. Ток кернеуін кемітпей түрлендіруге болатындықтан іс жүзінде айнымалы тоқты электр энергиясын жеткізуде және таратуда кеңінен пайдаланылды. Айнымалы токтың негізгі параметрлері: ең бірінші, лездік мәні, кездейсоқ уақыт моментіндегі токтың айнымалы мәні. Амплитудалық мән, кезеңдегі айнымалы токтың ең үлкен мәні. Қолданыстағы мән, айнымалы мәнмен бірдей жылу шығаратын тұрақты токқа балама мән. Айнымалы ток периоды жаңа мен сіздерге түсіндіріп кеттім. Айнымалы ток жиілігі, яғни секундындағы кезеңдер саны. Айнымалы токтың бұрыштық жиілігі секундына радиямен өлшенеді. Яғни бұрыштық жиілік тең 2π көбейтілген F жиілік. Айнымалы электр қозғаушы күшін алу үшін жақтаудағы алып, оны магнит өрісіне айналдырамыз. Жақтауда отырғанымыз міне балалар. Электромагниттік индукция заңы бойынша синусоидалы электр қозғаушы күш жақтауға енгізіледі. Ол заңға сәйкес өзгереді. Егер сіз екі бұрылысты алсаңыз, оларды кеңістікке жылжытып магнит өрісінде айналдырсаңыз, олар бір амплитудасы мен жиілігінің электр қозғаушы күшіне енгізіледі, бірақ амплитудаға бір уақытта қол жеткізілмейді. Келтірген электр қозғаушы күш формулалар бойынша өзгереді. Түсінікті ме балалар? Бастапқы фаза. Бұл уақыттың бастапқы сәтіндегі электр қозғаушы күш мәнін сипаттайтын электр бұрыш. Екі синусоидалы шаманың бастапқы фазаларының айырмасы фазалық ығысу деп аталады. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе сіздерге үй тапсырмасы ретінде бақылау сұрақтары беріледі. Яғни мысалға алатын болсақ, қандай ток айнымалы ток деп аталады. Сонымен қатар бүгінгі сабақты қорытындылай келе сіздерге үй тапсырмасына есеп беріледі. Берілген бақылау сұрақтарымен
және есепті шығарып, дәптерлеріңізге жазып, порталға жауаптарын жүктейміз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.